Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын және әйел азаматтарына бар жақсылықты тілеймін. Енді біз өзіміздің сабақтарымызды жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз орынды, бекетті немесе пунктті басып алу тәсілі. Бұл әдістің бір ерекшелігі, сіздер деген алдарыңызда тұрған ешқандай бөгеттерге, ешқандай қиындықтарға қарамай, сол орынды, сол бекетті немесе сол пунктті басып алуға тырысасыздар. Енді тәсілді немесе әдісті қолданар алдында сіздерге қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері бірге, ойыншылары белсенді. Біз үнемі айтамыз, батарея мәселесі ол өте маңызды. Ат пен және пілдің арасындағы өзінің керемет батареясы бар. Уәзір мен пілдің арасында жақсы батарея бар. Мына піл мен мына аттың арасында, ат пен уәзірдің арасында өте үлкен жақсы батареялар бар. Енді біз білеміз, бұл қатарласқан жауынгерлер, мынау екеуі бөлініп қалған жауынгерлер, мынау екеуі бытыраңқы жауынгерлер, мынау бөлініп қалған жауынгерлер болып есептелінеді. Және бұл кемшілігі бар жауынгерлердің қатарына кіреді. Енді біз орынды немесе бекетті, немесе жерді, пунктті немесе басып алуға тырысайық. Және уәзір H6. Уәзір H6. Осы H6-дағы орын, осы бекет бізге өте маңызды. Себебі біз деген ат пен уәзірдің арасындағы батареяны үйлесімділікті, байланысты орнату үшін бақандай өзіміздің кемемізді емін-еркін береміз. Қарсылас шақ дейді. Қарсылас шақ дейді. Шақ. Біз пілмен жабыламыз. Піл F1. Піл F1 деп жабыламыз. Енді ақтар қараларға мат қойғысы келіп тұр. Мына уәзірмен G7-ге апарып мат қойғысы келеді. Ал егерде қаралар қорғанбайтын болса, онда олардың жағдайы қиын болады. Сол себепті олар уәзірін беруге мәжбүр. Уәзір E3 шақ, уәзір E3 шақ. Біз мына атпен қарсыластың уәзірін жеқіп қоямыз. Уәзірін жеқіп қоямыз. Ал егерде қарсылас басқа да мүмкіндіктерді ойластыратын болса, бір ат E3 немесе кеме E8 деп жүретін болса, онда біз деген уәзір G7 деп оған әдемілеп тұрып матты қоямыз. Сол себепті біз деген орынды, өте маңызды, маңызы зор, өте керемет жерді басып алған арқасы. Тақырыбымызды жалғастырайық. Орынды немесе бекетті немесе пунктті басып алу тақырыбының екінші мысалы. Енді мысал келтірердің алдында, немесе осы мәселені талқылардың алдында біз қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері бірге, бәрі керемет. Ал қара патшаның жағдайы онша емес. Себебі қара патшаның жағында шеге тұр. Сіздер білесіздер, біз бұл пілді шеге піл дейміз, өйткені шегелеп қадалды және қарсыласқа осындай қиындық туғызып жатыр. Сол себепті олардың онша емес. Және мына қатарындағы, мына G7-дегі, F7-дегі жауынгерлер босап қалды. Сол себепті біз орынды басып алу үшін және мына пілге көмекке уәзірді шақырамыз. Уәзір F7. Уәзір F7 деп шақырамыз. Егер де мысалы қарсылас біздің кемемізді жеп шақ дейтін болса, біз оған ешқандай көңіл аудармаймыз. Өйткені бізді ол қызықтырмайды. Біз өзіміздің орнымызды, бекетімізді немесе пунктімізді басып алдық. Енді қарсылас бізден ешқайға қашып кетпейді. Уәзір былай кетеді, уәзір былай кетеді. Енді адамдар қорғануға тырысады. Уәзір E7 деп жүретін болса, онда біз оған мынандай мат қоямыз. Піл G7 деген. Бұл уәзірмен және пілдің арасындағы батарея. Мен сіздерге үнемі айтам, осы батарея деген өте керемет. Егер де мысалы қарсылас кемені жемей, ол енді осының бәрін есептеп, кемемен кемені жеген кезде жағдай қиын болатын болса, онда ол былай жүреді. Мысалы былай жүретін болса, біз
қарсыластың көңілін басқаға аударамыз. Көңілді басқаға аудару тәсілін пайдаланамыз. Кешіріңіз. Кеме E8. Егер де ол кемемен жейтін болса, онда біз оған піл G7 мат қоюға болады, және уәзір G7 мат қоюға болады. Ал егер де ол бұл жерді уәзірмен жейтін болса, онда біз деген тағы бір шегені қадаймыз. F6 шах, қарсылас кеме G7, және уәзір G7 біздің батареямыз керемет еңбек етеді. Сол себепті орынды басып алу, пунктты жайрату деген сияқты сол ең маңызды түйткілді нәрсені жасау үшін біз деген ешқандай. Тақырыбымызды жалғастырамыз. Орынды басып алу тақырыбы. Немесе орынды, бекетті, пунктті басып алу тақырыбы. Енді қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақпатшаның жағдайы онша емес. Жауынгерлер бірге бытыраңқы, мына жауынгер бөлек жүр. Кеме алыста жүр, піл көмекке бара алмайды, немесе көмектесе алмайды. Тек қана уәзір орталықта тұрған. Ал біз қарсыластың аумағына кірдік. Піліміз орталықта тұр, барлық жағдайларды пайдаланып. Уәзіріміз қазір орынды, немесе бекетті, немесе пунктті басып алуға тырысады. Уәзір H3 деп жүреміз. Енді біз қазір қарсыласқа өте үлкен қиындықтарды туғыздық. Мысалы қазір уәзір G2 мат қойғымыз келіп тұр. Уәзір H2 мат деп қойғымыз келеді. Сол себепті ол біздің кемемізді жейді. Бірақ біз ең негізгі шегемізді қададық. Және қазір пілді көмекке шақырамыз. Піл H2 шах. Уәзір мен пілдің арасындағы батарея. Патша H1 деп жүреді. Біз оған енді ашық шабуыл тақырыбын пайдаланамыз. Піл G3 шах, патша G1, уәзір H2 шах, пілмен және уәзірдің арасындағы батарея, патша F1 және уәзір F2 мынандай әдемі мат қоямыз. Сол себепті орынды басып алдық. Орынды басып алу үшін біз бақандай бір кемені құрбандыққа шалдық, немесе бере салдық. Сол орынды басып алу тақырыбы осындай. Лайк басқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Видеоларды бөлісіп, өздеріңіздің туған туысқандарыңызға, жақындарыңызға таратқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Қазақ шахматын дамытуға өзіміздің үлесімізді қосайық, білімді болайық. Қазақ контентінің және қазақша мазмұнның көбеюіне YouTube'те немесе басқа осы ғаламтор, интернеттегі қазақ контентінің көбеюіне өзіміздің үлесімізді қосайық деген сөз. Және